Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге әдемі мақта сияқты жұмсақ бауырсақтың жасалу жолымен танысамыз. Ол үшін ең алдымен сүтке суымызды араластырамыз. Тұз және ашытқымызды салып, үстінен ұнымызды салып, әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап қамыр илеп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды ұн себілген столдың үстіне жайып, домалақ формамен бауырсақтар кесіп аламыз. Отқа май қойып, қыздыра бастаймыз. Бауырсақтарымызды әдемі қылып кесіп алғаннан кейін пісіре бастаймыз. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, сарғыш, алтын түстес болғанға дейін пісіріп аламыз. Отымыз қатты қызып кетпеу керек, орташа отта пісіре береміз. Осылайша бауырсақтарымызды бірінен кейін бірін пісіріп аламыз. Дайын болған бауырсақтарымыздың бетіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Алдына түрлі жеміс-жидектерден тосап немесе көкөністерден салат, аджикалармен ұсынуға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.